Қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге сырға жасаймыз. Алдымен YouTube каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Бізге қажетті заттар 3 түсті бездер қалауыңыз бойынша, және де құлаққа тағатын өз қалауыңыз бойынша сары, сұр түсті таңдауыңызға болады. Келесісі қыл қажет болады. Қылдың орнына жіпті пайдалануларыңызға болады. Жіп пайдалансаңыздар, ине міндетті түрде керек, және қайшы керек. Ендеше жұмысымызды бастайық. Алдымен қылымызды алып аламыз қажет мөлшерінде, өте ұзын қажет емес бізге. Қылдың бір жақ ұшынан бисерімізді жинақтаймыз. Ұзындығын, яғни диаметрін ортаңғы саусақтың көмегімен есептеп аламыз. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша болады. Енді қылымызды ақырындап байлап аламыз. Байлаған кезде міндетті түрде мына жұмысты ұмытпаңыздар. Қылымыздың ең соңында тұрған бисерден қылдың екінші ұшын керісінше қарай өткіземіз. Содан кейін барып байласаңыздар өздеріңізге тиімдірек болады. Сосын артық жіптерді қайшымен кесіп тастаймыз. Өте қатты тақап кесудің қажеті жоқ. Сәл қалдырамыз. Қалғанын сіріңкемен күйдіріп алуымыз керек. Әйтпесе жібіміз шешіліп кетеді. Маған видеоға көрсетуге болмайтындықтан сіздерге көрсете алмаймын. Ақырындап ептеп күйдіріп алуларыңыз керек. Дәл осындай размерде үшеу керек. Үшеуінің өлшемі бірдей болуы керек. Дәл осындай үшеуден орташа көк түстіден тағы да жасаймыз. Жаңағы әрекеттерімізді міндетті түрде қайталаймыз. Бұл жерде бізде сәл кеңірек тұрса жақсы көрінеді, үлкендеу размер болса. Енді жаңағыдан сәл өзгешелігіміз бар. Жаңағы үшеуді ашық көк түсті үш бисерді ортасынан өткіземіз. Бір жақ ұшынан. Содан кейін барып бір орташа көк түсті бисерді алып, ұшына қарама-қарсы екінші ұшты өткізіп, содан кейін барып байлаймыз. Байлағаннан кейін екі ұшын кесіп алып, міндетті түрде тағы да сіріңкемен күйдіріп алуларыңыз керек. Мінекей, дәл осындай орташа көк түсті үш бисерді орналастырамыз. Ендігі жұмыс бізде қою көк түсті бисерді дәл осылай істейміз. Мінекей, үш түсіміз дәл осылай орналасуы қажет. Ендігі жұмыс бізде құлаққа тағатын жерін орналастыру үшін алдымен қыл аламыз. Өте ұзын мөлшерде қажет емес. Қыл алып, ашық көк түсті мен жоғары жаққа қаратқым келіп тұр. Сондықтан дәл видеодағыдай қылды өткізіп аламыз.
қылдың бір жақ ұшын алып, орташа көк түсті бисерді өткізіп, екінші жақ ұшын алып, қою көк түсті бисерді өткіземіз. Және де келесі ұшын алып, ашық көк түсті бисерді алып, қылдың екі ұшын бір-біріне қарама-қарсы өткіземіз. Видеода көрсетілген, назар аударыңыздар. Енді бізде міне оң жағымызда қою көк түсті бисер болса, ендеше оған қарама-қарсы орташа көк түсті бисерді аламыз. Ал ашық көк түсті бисер жағына қою көк түсті бисерді аламыз. Енді бізде соңғы жұмыс құлаққа тағатын орналастырамыз. Кесігінен өткіземіз, және байлай саламыз. Байлағаннан кейін міндетті түрде екі ұшын күйдіруді ұмытпаңыздар. Мінекей, бізде әдемі, ең жеңіл, қарапайым сырғамыз дайын болды. Достар, егер сіздерге ұнап жатса, жүрекше басып, пікір айтып, және де тіркелуді ұмытпаңыздар. Бұл мен үшін үлкен қолдау болады. Ендеше келесі видеода қандай әшекей жасайын, соны пікірге қалдыра кетіңіздер. Назарларыңызға көп-көп рахмет.